Су біздің өміріміз үшін өте маңызды. Біз әр күні су ішеміз, тамақты дайындаймыз және киімді жуа береміз. Сондықтан судың таза болуы керек. Кейде су бұлақтардан, өзендерден немесе көлдерден келеді. Бірақ табиғаттағы су әрдайым таза бола бермейді. Ол кейде кір, шаң, тіпті бактериялармен ластанған болуы мүмкін. Суды тазартудың бірінші қадамы үлкен қоқыстарды алып тастау. Мысалы, жапырақтар мен таяқшаларды сүзгі арқылы сүземіз. Келесі қадам судан шағын кір мен құмды сүзу. Ол үшін арнайы сүзгілер немесе құм қолданылады. Кейде судан тұздар мен химиялық қоспаларды да кетіру қажет болады. Бұл суды адам денсаулығы үшін қауіпсіз етеді. Суды қайнатып, микробтарды өлтіруге болады. Қайнату өте қарапайым және тиімді әдіс. Су тазарту зауытында су әртүрлі машиналар арқылы сүзгіден өтеді. Сол арқылы судан барлық кір мен бактериялар алынады. Сондай-ақ суды ультракүлгін сәулеме немесе күн сәулесі арқылы дезинфекциялауға болады. Бұл суды толық таза етеді. Таза су дайын болғаннан кейін оны бөтелкелерге құяды. Енді адамдар оны ішіп тамаққа пайдалана алады. Балалар таза суды ішіп қуанып отыр. Бұл олардың денсаулығы мен қуаты үшін маңызды. Суды үнемдеу де қажет. Шағын ағындарды жабу арқылы біз суды сақтай аламыз. Есіңізде болсын, таза су біздің денсаулығымыздың кепілі. Сондықтан суды әрдайым таза және қауіпсіз ұстау керек. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.